ұстаздар мен ата-аналар, оқушылар, сіздермен бүгінгі кешті ұйымдастырушы 8-ші Б сынып оқушылары. Наурыз келді, жайраңдақты таң күліп. Жап-жасыл болып кетті дүние жаңғырып. Жақсылыққа жаршы болған наурызым, сен өмірдің көктемісің мәңгілік. Кешімізді ашып беру мақсатына сахна төріне мектебіміздің директоры Убайдина Гүлжан Тұрарбекқызы шақырамыз. Және директордың бейіндік оқыту жөнінде орынбасары Тұрғанбеков Алмас ағай. Құрметті мектеп ұжымы, құрметті оқушылар және ата-аналар. Міне көптен күткен Наурыз мерекесі келіп жетті. Бәріміз міне тойлайын деп отырмыз. Наурыз мерекесі бүкіл әлем тойлайтын мереке екенін білесіздер. Наурыз жыл деген мағынаны білдіреді, яғни жаңа жыл. Жалғыз бұл Қазақстан ғана емес, бүкіл түркі халықтары тойлайтын мереке. Осындай үлкен мерекені біз бүкіл республика болып атап өтіп жатырмыз. Міне соның ішінде біздің мектебімізде атап өтіп жатыр. Осындай мереке алдағы уақытта мектебімізде алға жалғаса берсін, оқушыларымыз оқуда озат болсын, ұстаздарымыз шығармашылық биікке көріне берсін, ата-аналарымыздың мектепке деген көзқарасы, мектеппен байланысы нығая берсін. Бүгінгі мерекелік кешті ашық деп жариялаймын. Рахмет ағай сізге. Уа халайық, ақ сандықты ашайық. Бұл мереке, бұл тойдың шашуларын шашайық. Ата-баба салтын қайта жаңғыратын кезі. Табиғат бұлбырып, жер бусанып, самал жел қазақ даласын еркелете тербейді. Сол далада мың бұралап билеген аруларымыз халқымыздың сұлулығы мен нәзіктігінің символы емес пе? Әрине, ендеше сахнаның сәнін кіргізер мың бұралған бишілеріміздің шашу биін қарсы алыңыздар. Алдарыңызда 8-ші Б сыныбының қыздары. Алдарыңызда домбыра күйін орындайтын ұлттық саз күйшілер тобы.
қимылын білдіреді. Жер мен көк арасында қазақ даласының кең бесігінде орын алған қара жорға, жүректі толқытып, тәнді билететін, рухты асқақтататын би. Қазіргі осы ғажайып бидің сиқырлы әуені мен көркем қимылдарына куә боласыздар. Ендеше қадамдарын көкте қалдырып, даланың шексіздігін сезінген бишілерімізді қошаметпен қарсы алайық. Сахна төріне қара жорға биін билейтін өнерпаздарымызды шақырамыз. мәнін және сұлулығын паш ететін қатысушылар сахнаға шақырамыз. Қатысушылар 8-ші, 9-ші, 10-ші сынып оқушылары. Келіңіздер, баталардың тереңін бойлап, әр сөзден рухани нәр алыңыздар. Бір немесе бірнеше бата түрін таңдап, оны мәнерлеп айтып шығады. Тілектердің дұрыстығын, нақтылығын, халықтың дәстүрге сай болуын назарда ұстап, бата мәнерін, әсемдігін де бағалау керек. Әртүрлі жағдайларға арналған баталар мен олардың әрқайсысының ерекшеліктері мен мағынасын түсіндіру сайысқа қатысушылардың шығармашылық ой өрісін көрсетеді. Қалайық болжаймыздар. Уа жаратқан құдірет, мал жандарын мағынет. Басына берсін мағдалет, асына берсін ардалет. Асына берсін берекет, ұлы жасын ұзарбет, бақтарын асыл ет. Кәсібін адал кәсібет, мәле жаладып аулаққын, таптырма еш қасірет. Осы дүниенің бар жақсылық, осы мектеппен нәсіп ет. 10-шы алсын, атын шайқысам дейді. Сапар батаға. Адалдық еліңмен санаң болсын, ұл мен қыз алтау жетеу балаң болсын. Балдарың бәрі ішінде бірдей болмай, біреуі ел билейтін балаң болсын. Жан берген, мал бергенмен тең деген алда, балаңда мал жинайтын талап болсын. Қыстығында соғымды семіз сойып, сары қымыз сапырауылда сапаң болсын. Қадірлі халық ішінде әділ болып, осымен менің батам тәмам болсын.
қарапайым батыр. Сұрасаң бата берейін, үстем болсын мерейін, ықыласпен қолдайсаң, ақ тілекті төгейін. Көк жайлауды жайласаң, тай құлынды байласаң, дастарханың мол болсын, абыройың зор болсын, келінің тұрсын, келініп, тектілігі көрініп. Елбасымыз аман болсын, бақыт орнаған заман болсын, аспанымыз ашық, ғылым білім серік болсын, алла тілімізді қабыл етсін. Тоғызын әрсініп, қымат беру. Осы келіп жеткен ауызымыз құтты болсын. Ол жасымыз көбейе берсін. Дастарханымыздың несібеміз көп болсын, және де осы елде болып жатқан қасиеттің бәрі кетсін, осы ауыздан ауызға төл көзіміз түгелдей жете берейін. Жабырқауды Алла қабыл ет, жабырқаудың қамын ет. Ізет абырой, бақ дәулет, қыдыр қарап, бақ қонсын. Әуелі Аллам оңдасын, пайғамбар болсын жолдасын. Өткендерді ойласам, Аллам өзі қолдасын. Басыңа Аллам бақ берсін, баянды қып нақ берсін. Қырда жүрген қыдырды дәл осы үйге алып келсін. Тәңір берген несібең тек білесің кетпесін. Көре алмаған дұшпаның мұратына жетпесін. Аманда болсын мал басың, еш жамандық болмасын. Шүбірлеген үйіңде балалары көп болып, көрген шаттық сол болсын, берген батам осы болсын. Бұл Аллахтың қуатын берсін, әлхамдулилlah берекесін берсін. Аясынан тілек батасын, қонаққа тілек. Сұрасам бата берейін, үстем болсын берейін. Ақ ниетпен қойсаң, қол жайсаң, ақ батаңын берейін. Бастарына бақ берсін, не берсе де нақ берсін. Қырда жүрген қыдырды үйлерінен алып келсін. Дастархан мол болсын, денсаулығың зор болсын. Құран толған қой болсын, үйлерінде әрқашан той болсын. Аллах. Әли, ниетіңіз ақ болсын, наурыздың ақша қарындай бастарыңа бақ берсін. Анасы өсіп адамның көңілде кір қалмасын. Ал енді әділ қазылар алқасы осы критерийге сәйкес келген оқушыны анықтап марапаттасаңыздар. Жеңімпаз Фаридин Бекболат 10-шы А сынып оқушысы. Қазақтың домбырасынан қастерлі үнмен қосылып, адайдың асқақ рухын сезіну үшін адай күйін ұсынамыз. Орындайтын Бекарыс пен Ғарифолла жігіттеріміз. Сахна төріне шақырамыз. Кең тараған спорт түрі, шойыннан құйылған кірді бір қолмен көтеру орын алады. Атақты балуан шолақ Қажымұқан кір көтеруді өнерін көрсеткен. Осындай бабаларымыздың өнерін ұлықтау мақсатында гир тасын көтеру сайысына шақырамыз. Құрметті оқушылар, сабақ сақтаңыздар, мұқият тыңдаңыздар, дұрыс бақылаңыздар. Мына жерде ережесін жақсылап көрсетемін, көтеремін. Мұқият тыңдаңыздар. Мына жерде алап кезде тыңдайлап, өзіміз аяқ бойын тұрып аламыз. Аяғын тыңдайлап. 4
ұлттық дәстүрлеріміз дәріптемді керемет кеш өтіп жатыр. Ұйымдастырушы Жұмабай Раки апайымызға рахмет айтамыз. Ұлттық спортымыздағы дәріптемде акт залымызда керемет бір спорт түрлеріне жарыстар өтіп жатыр. Соның бірі мына кіртасын көтеруден. Енді мына жарыс жеңімпаздарына марапат ұсынайық. 3-ші орын 22 рет көтерді. Қалдыбек Нұриман 9-ші ас орын. Екінші орын 10-ші А сынып оқушысы Валер Иманғали 24 рет көтерді. Бірінші орын 10-ші Ә сынып оқушысы Әбілхан Оралбек. Россия қимылмен бейнелейтін дала теңізі биімен 8-ші Б сынып бишілер тобын қошеметпен қарсы алыңыздар. Құрметті көрермендер, назарларыңызды осы ерекше сәтке аударыңыздар. Бүгінгі кеште күш пен ерлік жігердің сыналатын сәті қол күрес сайысына куә боламыз. Бұл сайыста тек физикалық күш қана емес, табандылық пен жеңіске деген сенім маңызды. Кішкене ережесін мен түсіндіріп жіберем қазір, мұқият тыңдаңыздар. Мынау қазір олимпийский бойынша қол күрес түсіреміз, ұтылған отыра береді. Қолымызды дұрыс ұстауымыз керек. Мына партаның шетінен екінші қолмен ұстауға болады.
Оның аяқты партаның аяғына тіреп тұруымыз керек. Түсінікті ғой? Түсінесіздер ма? Шатырды көтерсең ұтыласың. Мен қолмен ұстап тұрамын. Екеуінің қолыңды бірдей ұстап күш салма қазір. Дайындал. Дайындал. Бас. Стоп болды. Она. Вонга. Дайындал. Бас. Стоп. Стоп. Портал ұстасай, портал. Дайындал. Бас. Стоп. Жариялайық. Мен керемет біздің жігіттер мықты екенін дәлелдеп, өздерінің сыныптарының намысын қорғап шығып, паш етіп жатыр мына жерде. Небір мықты жігіттер бар екен, міне байқап отырмыз. Әсіресе мына жерде жаңағы күш емес техника рөлін алып кеткенін біз байқадық. Яғни спортта тек күшке сене бермеу керек, ақылмен және техникамен де өнер көрсету керек екенін байқап отырмыз. Енді жарыстың жеңімпаздары 3-ші орын 9-шы А сынып оқушысы Шарафи Алихан марапатталды. Екінші орында осынша 9-шы 10-шы сыныптардың арасынан суырылып шығып финалға шыққан 8-ші Б сынып оқушысы Қойшыбай Нұрислам марапатталды. Жеңімпазы тағы да 10-шы А сынып оқушысы Набатбеков Еламан марапатталды. Ерлік пен рухқа толы жүрек, ар намыс, асқақ рух әр қазақ жігітінің бойындағы қасиет. Ендеше 8-ші Б сынып жігіттерінің әні қазақтың ұлымын орындайтын Әділет пен Нартай. Елігім бақ жұртымнан, мен қазақтың ұлымын. Шуақ төккен қаламның шұғыласынан жаралдым. Миллиондарға сатылмас мейірім қымбат анамның, мен қазақтың ұлымын. Ерімнен туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат, әлемнің дейсің барлығының бәрібір туған жер қымбат. Ерімнен туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат, әлемнің дейсің барлығының бәрібір туған жер қымбат, мен қазақтың ұлымын. Халқымыз бұл дәстүрді ерекше құрметтеген ағайын. Аяғына ала
тілі пәнінің мұғалімі Әділбекова Айман апайдың балапаны Алдияр балапанның тұсауын кесеміз қазір. Көріп тамашалаңыздар. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, оқушылар, Наурыз мерекесі құтты болсын. Бүгін біз осы мерекеге орай ұлымыздың тұсауын кестірсек деп ниет еттік. Ұлымыздың тұсауын отбасымызбен ниет етіп, Нұрбақыт ағайға кестірсек деп едік. Нұрбақыт ағайды сахнаға шақырамыз. Кесіп алайық, құдай қаласа. ешқашан жаманшылық көрмесін, қандай адамды жақсылыққа басатын болсын. Бір тілегімді айтып берейін. Ескен жердей жүйрік болсын, қарағайдай жүйрік болсын. Жолы ашық болсын, әрдайым ойлаған алдынан нәсіп болсын. Кетергінің кесірі тимесін, жақсылық ісі кимесін. Басқан қадамы әрқашан алға сүйресін. Досы көбейсін, доссыз кедейсін. Ешқашан жаманшылық көрмесін. Аумин. Қансыз балам қарағым, құтты болсын қадамың. Күрмеуіңді шешейін, сауыңды кесейін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қайдай болайқан, қадамы құтты болсын. Ешқашан сүрінбесін, қадамы нық болсын. Бисмиллах. Ал енді анашыңа, алшы, не аласың? Ал құтты болсын дедім, қадамы. Артынан елебектен, құдай болсын. Шапағыңыз бар еді, сыйқызбен қабағыз. Рахмет. Көпшілік, мен осы тұсаукесердің жібін ырымдап бергім келіп отыр. Моншақтай қыздар бар, енді артынан батырдай ұлдар дүниеге ат ұстап келе берсін. Және Фариза апайдың гүлдей қыздар бар, ол апайымыздың да қыздардың артынан батыр жігіттер өмірге келе берсін. Көп рахмет. Қымыз мұрындық, бие байлап, оның алғашқы қымыз іші тойы болып табылады. Жалпы алдымен құлынды байлап, бие сауылып, оның сүті қорланып ашытылған соң, күні бойы жиналған қымызға ақ сақалдар мен көрші қолаңдар шақырылып, оларға салтанатпен осы қымызды ұсынып, оларға жалпы осы алғашқы қымыз құтты болсын, барлығыңызға көпке бұйырсын деген ниетпен, тілекпен беріледі екен. Жалпы бізде қымыз мұрындық ертеден келе жатқан біздің салт дәстүріміз болып табылады. Айналайын келінжан, қымызыңнан құя ғой. Біздің қымызымыз дайын болып қалған сияқты. Айналайын келе ғой, қымызыңнан құя ғой. Жаңбырменен жер көгерер, батаменен ел көгерер дейді. Бүгінгі осы дүбірлі дастарханымызға бата тілеп, дәм қайрайық. Өзімізден бір бата. Ал енді дастархан басына бата айтып жіберейін. Дастарханың тоқ болсын, уайым қайғы жоқ болсын. Жарды болсаң жасыма, бай болсаң қасыма. Бақ дәулет берсін басыңа, ғұмыр берсін жасыңа. Бәле жала жын шайтан жоламасын қасыңа.
иманның байлығын берсін, құт берекенің бәрекесін, бірлік берсін басыңа, береке берсін асыңа. Ал саят балам, күмбірлеген күміс домбыраңнан бір әу деп қой. Ал енді ағайын, осы қымыз мұрындықтан наурыз көшеден ауыз тиіңіздер. Себебі қазақ халқының ең маңызды мейрамы наурыз мерекесін бірге атап өттік. Бұл жаңа жыл, жаңарудың, ынтымақ пен бірліктің, табиғаттың қайта түлеген шағы. Осы ұлы күнді қарсы алу үшін бүгін барлығымыз бір жүректен, бір мақсатпен жиналдық. Бұл кештің басты мақсаты қазақ халқының мәдениетін, салт-дәстүрлерін болашақ ұрпаққа жеткізу, бірлікті нығайту, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу болды. Мінекей бүгінгі кешті өте жоғары деңгейде ұйымдастырған Рахия Анарбекқызына алғысым шексіз. Құрметті ата-аналар, келген қонақтар, оқушылар, ұстаздар, бүгінгі наурыз мерекесі баршаңызға құтты болсын. Әрқайсыларыңыздың отбасыларыңызға бақ-береке тілеймін. Жылдан жылға деніңіз сау. Бүгін міне 8-ші сынып оқушыларының және жетекшісі Жұмабай Рахия апайымыздың ұйымдастыруымен қош келдің әз наурыз атты үлкен іс-шараның, керемет іс-шараның куәсі болып отырмыз. Іс-шараны өте жоғарғы деңгейде ата-аналардың бірігуімен үштік одақты нығайта отырып, жоғарғы деңгейде өткізіп отырғаны үшін Рахия апайымызға рахметімді айтамын. Енді іс-шараға тоқталатын болсақ, өздеріңіз көріп жатсыздар, наурыз мерекесіне арналған 10 күндік іс-шарамыздың бастамасы басталғалы бері 8-ші барабан сыныбы тынбай еңбек етіп келе жатыр және өзінің үлкен үлесін қосты. Кіреберістегі біздің наурыз мерекесіне арналған мектептің ішкі атмосферасының өзінің ерекше болуы осы сынып оқушыларының ұйымдастыруымен жасалынып отыр. Енді біз акт залына келетін болсақ, акт залының да безендіруі ұлттық нақыштармен безендіріп отыр.
бұл үлкен бір керемет жетістік деп рахметімізді айтып, көңіліміз көтеріліп, риза болып отырмыз. Және іс-шараны ашудың өзі бір ерекше ашу тәсілімен басталды. Балалардың ұлттық киім киюдегі өзінің этикасын, эстетикасын сақтауы, сахнадағы сахна мәдениеттілігін сақтауы өте жоғарғы деңгейде көрініп тұр. Бұл еңбектің артында үлкен энергия жатыр, қаншама ұйықтамаған күндер, күш-қуат жатыр. Оның барлығы балдарымыздың іс-әрекетінен көрініп тұр. Бірінші шараны ашылған кездегі қыз балаларымыздың ерекше әуенмен ашып шығуы, дауыстары қандай керемет. Барлығымыз тамсанып отырдық, жүрегімізге жетті. Әрбір өткізген сахналық көріністері ұлттық спорт ойындарын қамтып, және күй, дүмбірлеген күйлерді қамтып, онымен бірге қазақтың салт дәстүрін бағалай отырып, әндерді қоса қабат домбырамен бірге үйлестіріп, өнерлерін көрсетіп жатты. Өте жақсы, жоғарғы деңгей деп есептейміз. Және ұлттық салт дәстүрлеріміздің бірі тұсаукесер бөлімін көрсетті. Енді Нұрбақыт ағайымыздың тұсаукесу рәсімінің бірінші тұсаукесуін көрдік. Рақия Жұмабай қызына рахметімізді айта отырып, барлығын үйлесімді түрде жасаған және әрбір сахнадағы іс-шарадағы дайындалған оқушылардың іс-әрекеті бір-біріне үйлесім табуы, арасында кідірістің болмауы, бұның барлығы ұйымдастырып отырған апайының еңбегі мен ерекше бағалағым келіп отыр. Сондықтан көп нәрсені үйреніп тұртып алуымызға болады. Өздеріңіз мен осындай тағы да бір нәрсені қоссам болады екен ғой деп іштеріңізден өздеріңізге бір жаңағы не дейді, блокноттарыңызға бүйтіп тұртып алған шығарсыздар деп ойлаймын мен өз басым. Сондықтан үлкен іс-шарада ұлттық тағамдар да қамтылып жатыр. Ата-ананың қанша еңбегі бар, сіздің соны үйлестіре біліп, ортаға шығарып, бүкіл осы 2 сағаттық іс-шарада барлық ұлттық салт дәстүрді қамтып өткеніңіз үлкен дайындықты қажет етіп отыр және көрініп тұр. Мынау балдарымызды сахнада тұрған барлық баланың бойында дарынды қасиеттер бар. Сол дарынды қасиеттердің барлығын аша біліп, және оны бала сауатты түрде сахнада көрсетіп жатыр. Оқушыларға да рахметімді айтамын, алғысымды білдіремін. Барлығы өте әдемі, ұлттық киімдер қандай керемет жарасып тұр. Сондықтан сізге алғысым шексіз. Қанша дайындалдыңыз, ұйқы бетін көрмей жатсыз, ата-аналарыңызбен бірге оның барлығын сіздің историяңыздан көріп отырдық. Рахметімді айтам. Қалған оқушыларымыз үлгі алады деген ойдамын. Бүгінгі наурыз мерекесі құтты болсын. Өте жоғары деңгейде өтті. Көп қуанып қалдық. Осы жерде мұғалімдерге, сынып жетекшісіне үлкен наурыз құтты болсын. Құрметті ұстаздар, оқушылар, бүгінгі іс-шара наурыз мерекесіне құтты болсын. Барлықтарыңызға наурыз мерекесі. Рахия апайға рахмет. Керемет оқушылар, керемет өздерінің өнерлерін көрсетті. Бір демалып көрдік. Риза болып отырмыз апай. Құрметті ұстаздар, оқушылар, наурыз мерекесіне келіп күшті керемет көңіл күйдеміз. Өте керемет өтті. Күшті демалдық. Мына оқушылар мен апайының ауызбіршілігіне өте қатты көңілім толды. Өте керемет, күшті. Құрметті ұстаздар және оқушылар, мен бүгін 8 бараған сыныбының керемет іс-шарасын көріп тамашаладық. Рахия апайдың еңбегі өзі жан-жақты апай екенін үнемі білеміз. Соны оқушылармен де қосып, мынау сынып жетекші ұқсайды дейді ғой. Сыныпта қарасаңдар, оқушыларда тура Рахия апайдың өзіне ұстаған. Ұлдары домбыра тартып, қыздары би билеп, үлкен рахмет, ауызбіршілік, ұйымшылдықтарыңыз осылай жоғалмасын. Құдай қаласа 11-ші сыныпқа дейін жақсы деген сынып осы беттен таймай, сабақтарында білімдерінде бәрі керемет, ең үздік сынып деп айта аламыз. Құдай қаласа
дендерің сау болсын, наурыз мерекесі құтты болсын. Ал құрметті әріптестер, оқушыларына кіріп келе жатқан қазақтың жаңа жыл наурыз мерекесі құтты болсын баршамызға. Бүгін керемет іс-шараның куәгері болдық. Рахмет. Осы ұйымдастыру бұның басқасында жүру өте қиын. Оқушылар да бір жұлықтай жұмылып, алып шықтыңдар керемет. Қайырлы мереке құтты болсын. Жалпы бүгінгі қош келдің әз наурыз мерекесіне арналған салтанатты кешімізді тамашалағандарыңызға рахмет. Біріншіден, ата-аналар сіздерге үлкен алғысымды білдіремін. Сіздер қолдамасаңыздар, бұндай дүние шықпайтын еді. Рахмет барлығына. Мен қалай жүгірсем, менімен теңдей жүгірді ата-аналар. Барлығымен қамтамасыз етіп отырды. Сұрасам жіберді. Міне, ұлдарым мен қыздарыма алғыс айтам. Менің арасында ұрысып қатты сөйлеп қойсам кешірім сұраймын. Осындай дүниенің шығуына ықпал жасаған жерім еді. Мынау қыздарым күндемей, түндемей ата-ананың ұрыстарымен менің үйімде бірге жасадық барлық дүниені. Барлықтарына рахмет, бір ауыз сөзімді жерге тастамай, апай болды, жарайды деп, міне бүгін соның куәсі болдыңыздар. Негізгі мақсатымыз салт-дәстүрді дәріптеп, рухани байыту болған сіздерді. Барлықтарыңызға жаңа жыл құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, ұлыс оң болсын.